Сәлем, менің атым Әсел, және осы сабақта біз сенімен present simple деп өтетін боламыз. Сондай болса, кеттік. Окей, present simple. Жалпы present simple деген бұл етістіктің бір шағы, және бұны интернет желісінде әртүрлі аударады. На осы шақ, ауыспалы осы шақ, келер, кетер, жүрер. Guys, please. Аударудың қажеті жоқ шынымен. Өйткені бізде бұл present simple деген ағылшын тілінде 12 етістіктің шағы бар, бізде 3, дұрыс па? Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Сол үшін аударудың қажеті жоқ. Одан да осы сабақта біз осы present simple'ды қай кезде қолданатынын үйренейік, қалай қолданатынын үйренейік, және кейбір мысалдарды қарап жаттығайық, окей? So, let's go. Ең бірінші present simple деген, яғни present деген сөз ол қазіргі деген мағынада, бірақ бұл қай кезде қолданады бұл етістік шақ? Біз оны күнделікті өмірде істейтін әрекеттерді сипаттайтын болсақ қолданамыз. Яғни бұл не деген сөз? Күнделікті не істейсіз? Мысалы, азанда тұру, таңертең тұру, тіс жуу, тамақ ішу, сабақ оқу, жұмысқа бару. Яғни күнделікті істейтін кез келген әрекетті біз осы етістік шақ арқылы жазамыз. Present simple етістік шағы арқылы. Және екінші момент, бұл іс әрекеттің дәл қазір болып жатқанын білдірмейді. Оны present continuous деген бар. Келесі сабақта өтеміз оны. Сол present continuous іс әрекеттің дәл қазір болып жатқанын білдіреді, бірақ ол present simple емес. Сол үшін present simple мен шатастырмаңыз. Тіпті кейбір кітаптардың өзінде мен байқап қалдым, солай жазып қойған present simple'ды біз дәл қазір болып жатқан іс әрекеттермен қолданамыз деп. Ол дұрыс емес. Неге екенін қазір дәлелдеймін. Окей? Және үшінші момент, ол әдеттегідей, әдетте қайталанып тұратын етістіктің шағы. Қайталанып деген, біз периодически деген сөз бар, яғни біз, мысалы, күнделікті қайталаймыз, немесе аптасына бір рет қайталаймыз, немесе кейбір кезде қайталаймыз, немесе айтайық жаз сайын, қыс сайын деген секілді. Сол сөздердің бәрін мына жақта жазылып тұр. Always деген ол әрқашан, often деген ол жиі, usually деген ол әдетте, sometimes деген ол кейбір кезде, never, ешқашан, every day, every week, every month, every year, every Christmas, every Nowruz. Яғни осы сөздерді біз present simple мен қолданамыз деген сөз. Яғни осы уақыт expressions, time expressions көретін болсаңыз, демек сіз present simple'ды қолдануыңыз керек деген сөз. Мысалы, мына жерде Алекс деген бір кісі ұйықтап жатыр екен, суретте көріп тұрсыз. Және жазылып тұр. Alex is a bus driver. Негізі Алекс ол бізде кім? Автобус жүргізушісі, But now he's in bed asleep. Бірақ қазір ол ұйықтап жатыр. He is not driving a bus. Ол қазір автобус айдап жатқан жоқ. Дұрыс па? But he drives a bus. Окей, міне. He drives a bus деген сөйлем бізде present simple'да тұр. Яғни біз етістікті табамыз. Етістігіміз to drive. To drive деген сөз айдау, Мысалы, машина айдау, көлік айдау, соны to drive a car дейміз, немесе to drive a bus, автобус айдау. Бұл жерде he drives a bus деген жерде drives деген бұл жерде present simple етістігі болып тұр. Неге? Өйткені бұл жалпы осы Алекстің күнделікті өмірде істейтін бір іс әрекеті. Осы Алекс туралы бұл бір факт, іс әрекет. Түсінікті ма? Бірақ ол қазір ұйықтап жатыр ғой. Сол үшін жаңағы мен алдында айтқан іс әрекеттің дәл қазір болып жатқанын білдірмейді дегенім осы. Өйткені ол қазір мысалы ұйықтап жатыр, бірақ негізінде факт, Алекс ол күнделікті мысалы сағат 9-дан айтайық 8-ге дейін автобус айдайды. Түсініңіз ғой? Сол кезде he drives a bus деген бұл жерде present simple болып тұр. Окей. Келесі, енді present simple'дың болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемде қалай тұратын көрейік, Ең бірінші болымды сөйлемде. Негізі өте оңай деп ойлаймын, өйткені бұл жерде бір қиын жаңағы to be'ді қосып, сосын ing-ді қосып, ондай нәрсе жоқ. Бұл жерде жай ғана subject, I, you, we, they деген біздің баяғы есімдіктеріміз, соған біз етістік жалғаймыз. Verb, жай ғана етістік. Бұл жерде verb деген бұл етістік деп аударылады. V1 деп айтамыз, яғни етістіктің бірінші формасы. Мысалы, I study at school. Мен қай жақта оқимын? Мектепте оқимын.
Мен мектепте оқимын. Жалпы бұл факт, күнделікті істейтін іс әрекетім. Мүмкін мен дәл қазір істеп жатқан жоқпын. Мен мысалы қазір айтайық телевизор көріп үйде жатырмын. Бірақ біреу маған сұрап қалса, жалпы what do you do, да? Сен, не істейсің? Мен айтамын, I study at school. Мен мектепте оқимын. Окей. Енді егерге бізде he, she, it, жалпы осы he, she, it біраз қырсық есімдіктер өйткені әрқашанда жаңағы етістікке бір жалғауымыз керек болады, иә? Окей, бұл да сол секілді. Present simple кезінде he, she, it-қа біз етістікке s, es жалғауын жалғаймыз. Мысалы, he lives in Ақтау. Ол Ақтауда тұрады. Бұл жерде he lives in Ақтау. Live деген бұл жерде ол тұру, өмір сүру деген етістік, соған s жұрнағын жалғаймыз. Неге? Өйткені бізде he. Окей? Есімдіктерден бөлек бізде кейбір кезде зат есім тұруы мүмкін, дұрыс па? Егер біздің зат есіміміз жекеше түрде тұратын болса, онда біз етістікке s, es жалғаймыз. Мысалы, student studies at school. Student деген бізде бір оқушы не істейді? Оқиды, studies at school. Мектепте. Демек, studies деген бізде етістік болып тұр ғой, соған біз s, es жұрнағын жалғап тұрмыз. Неге? Өйткені біздің зат есім student жекеше түрде тұр, бір адам. Ал егер көпше түрде тұрса, students. Мысалы, айтайық 20 students, 20 оқушы. 20 students, или просто, окей. Students study at school. Көпше түрде тұрған кезде зат есім, онда біз етістікке s, esті жалғамаймыз. Окей, енді болымсызға көшейік. Болымсыз сөйлемде, present simple'да біз do not, does not деген қосылады. Do мен does, жалпы бұны ағылшын тілінде auxiliary verb деп айтады. Қазақша көмекші етістіктер деп айтады. Бірақ, guys, оны жаттамай қойыңыздар, көмекші етістік, auxiliary verb, аударудың қажет жоқ. Жай ғана естеріңізде болсын. Егер біз present simple'ды қолданатын болсақ, болымсыз және сұраулы сөйлемде біз do немесе does'ды қолданамыз. Олар аударылмайды, окей? Мысалы, егер мен айтқым келсе, мен мектепте оқымаймын. Ол кезде мен I don't study at school. Немесе I do not study at school. Бұл жерде қайтадан I, you, we, they дегендермен біз do not қолданамыз қосылған етістік. Ал he, she, it олармен біз does not қолданамыз. Does not қосылған етістік. Сосын бұл жерде бір мән беретін нәрсе, болымсызда he, she, it пен does not қолданған кезде біз етістікке уже s, esті қоспаймыз. Мысалы, he doesn't live in Ақтау. Ол Ақтауда өмір сүрмейді. Немесе ол Ақтауда тұрмайды. Окей. Ол Ақтауда тұрмайды. He doesn't live in Ақтау. Бұл жерде doesn't live деп тұрған жоқ. Өйткені мынау live-қа қосылған s жұрнағы ол does-ға кетіп қалғандай болып тұр да бұл жерде. Окей? So he doesn't live in Ақтау. Енді сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде тура алдында өткен to be секілді, кез келген етістік секілді, негізі логикасы бірдей. Жаңағы do мен does көмекші етістіктер алдыға кетеді. Сонда do you study at school? Сен мектепте оқисың ба? Или does she study at school? Ол мектепте оқи ма? Деген секілді do мен does алдыға кетеді. Сосын бізде есімдіктер келеді, немесе зат есім, сосын етістік келеді. Және етістікке қайтадан s, esті жалғамаймыз. He, she, it-та s, esті жалғамаймыз, себебі ол s деп does-ға кетіп қалды. Окей? Мысалы, does he live in Ақтау? Ол Ақтауда тұра ма? No, he doesn't. Жоқ, тұрмайды. Немесе yes, he does. Тұрады. Do you study at school? Сен мектепте оқисың ба? Yes, I do. Мен оқимын. No, I don't. Яғни бұл жерде yes, немесе no, I don't study at school деп толықтай айтудың қажет жоқ. Қысқаша айтсаңыз болады. No, I don't. Yes, I do. No, he doesn't. Yes, he does. Деген секілді. Окей. Next, spelling. Енді жазылуына мән берейік. Егер біз жаңағы етістікке s, esті жалған кезде, кейбір кезде бізде етістіктердің жаңағы жұрнақтары өзгеріп кетеді. Соларға қарап шығайық. Мысалы, егер біздің етістік s, ш, ч-ға бітетін болса, ол кезде біз es жалғаймыз. Мысалы, pass, passes. Pass деген ол өту деген сөз. Мысалы,
мен емтиханды жазып өттім деген кезде біз немесе мен емтиханды жаздым өттім деген кезде I passed the exam. Егер ол дейтін болсақ, мысалы айтайық ер азаматқа, иә, he passes the exam. Окей. Келесі finishes, иә. Бірақ бұл жерде finish деп тез айтамыз, finishes деп айтамыз, немесе passes деп, иә, тез айтамыз. Passes, finishes, және watches, окей. Watches емес, watches деп тез айтамыз. Бірақ жазған кезде мән береміз, es'ті қосамыз. Келесі, кейбір кезде біздің етістіктер y-ға бітеді. Y, және білесіздер, y-да біраз сондай қырсық әріп, кейбір кезде дауысты болады, кейбір кезде дауыссыз болады. Сол үшін бұл да өзгеріп тұрады. Егерге y-ға бітетін болса, біз s-ті жалған кезде ол I-E-S болып кетеді. Мысалы, study, studies, try, tries деген секілді. Келесі, ол do мен go. Do деген бізде айтылуына мән беріңіз, does болады. Мысалы, бұл жерде айтпақшы, do деген ол бағанағы мен сізге айтқан present simple'да қолданатын көмекші етістік емес. Бұл жерде кәдімгідей етістіктің өзі болып тұр. Мысалы, айтайық, мен үй жұмысын жасамадым. I don't do my homework. I don't do my homework. Мен үй жұмысын жасамаймын. Мысалы, айтайық, Марат үй жұмысын жасамайды. Марат doesn't do his homework. Көрдіңіз ба, бұл жерде doesn't және doesn't деген бұл жерде біз present simple'дың көмекші етістігі болып тұр, және do деген ол жай verb болып тұр, етістік. Do homework деп айтамыз, үй жұмысын орындау деген. Сосын келесі ол go, goes болады, окей? Бару, мысалы, егер сіз Нұрлан Қоянбаевтың бір киносын көрген болсаңыз, атын ұмытып тұрмын, бірақ сол жерде бар ғой, I go to school деп айтады. Сол секілді I go to school, мен мектепке барамын. He goes to school, ол мектепке барады. We go to school, біз мектепке барамыз. Яғни бұл жерде s-ті жалғаған кезде ол es болып жазылып кетеді, және айтылуы goes. Go, yes, олай емес, goes. Do, does. Бірақ do, does болады. Okay? Okay, good. Now let's read some examples. First one. I get up at 8 o'clock every morning. Күнде таңертең сағат 8-де тұрамын. I, subject, яғни есімдік, мен, get up, бұл жерде present simple-дың етістігі болып тұр. To get up деген тұру. At 8 o'clock, 8-де, every morning. Бұл жерде every деген бізге бір hint беріп тұр, подсказка, яғни бұл present simple деген сөз. Сол үшін мен етістікті present simple-да жазамын. Мысалы, I'm getting up деп айтпаймын, немесе I got up, I get up at 8 o'clock every morning. Окей. Және бұл күнделікті орындайтын іс-әрекет болған үшін, бұл жерде әрине present simple-да тұратын мен етістігім. Келесі, Аружан doesn't drink tea very often. Аружан шайды жиі ішпейді, Окей. Сонда бұл жерде бізде не болып тұр? Бұл әдетте қайталанып тұратын бір іс-әрекет болып тұр. Яғни Аружан деген жиі ішпейді екен шайды. Мүмкін оған кофе ұнайды, мүмкін оған жай ғана су ұнайды, Демек, бұл бір жағынан Аружан туралы бір факт та болып тұр, бір жағынан бұл жаңағы әдеттегі қайталанып тұратын бір іс-әрекет болып тұр. Және doesn't drink деген кезде структура бойынша, болымсыз сөйлем бойынша Аружан деген бізде she, сол үшін бізде does-ды қолданамыз, does not-ты қысқартып doesn't деп айтамыз, және қосылған етістік drink. Және бұл жерде біз етістікке s жалғамаймыз. Болымсыз түрде және сұраулы түрде біз s жалғамаймыз. Егерге Аружан кофе ішеді деп айтатын болсам, онда Аружан drinks, уже бізде s жалғанып кетеді. Аружан drinks coffee. Окей, келесі сөйлем. Water boils деген сөз, бұл су қайнайды, 100 градус, яғни 100 градуста су қайнайды. Бұл деген факт. Бұл факт, аксиома, біз бұған қарсы шыға алмаймыз, ол дәлелденген. Сол үшін бұл жерде біз етістігіміз boil деген, қайнау деген, present simple-да тұр. Water boils at 100 degrees Celsius. Егер осы сөйлемді мен болымсызға қоятын болсам, қалай болады екен? Water doesn't boil at 100 degrees Celsius. Ал сұраулы сөйлемде Does water boil at 100 degrees Celsius? Yes, it does.
No, it doesn't. Келесі. Сіз мына жақта бірнеше етістіктерді көріп тұрсыз. Таблицада соны міндетті түрде жаттап алу керек болады. Себебі осы етістіктер әрқашанда present simple'да тұрады. Яғни бұлар present continuous'та тұрмайды. Мысалы, айтайық I want деген мен бір нәрсені қалаймын. Мысалы, I want a coffee. I want a coffee. Мен кофе ішкім келіп тұр. Сонда I'm wanting a coffee деп айтпаймыз. I'm wanting деп айтпаймыз. Бұл бізде исключение деп ерекше жағдай деп жаттасақ та болады. Себебі want, hate, love, forget, promise деген секілді етістіктер әрқашанда өздерінің формасын сақтайды. Яғни present simple'да тұрады. Мысалы, I promise I won't be late. Promise деген уәде беру. Мен саған уәде беремін дейді. Мен кешікпеймін. I promise I won't be late. Яғни сіз бұны I'm promising деп айта алмайсыз. Егер тіпті дәл қазір істеп жатқан әрекет болса да, сіз I'm promising деп айта алмайсыз. Немесе I'm hating, I'm loving деп олай айтпаймыз, окей? Әрқашанда present simple'да қолданамыз. Okay, yeah, so that's it. Енді сізге бір кеңес, present simple мен present continuous'ты шатастырмас үшін өте көп жаттығулар жасау керек. Және мен үй жұмысын жіберетін боламын, соны міндетті түрде орындап маған жіберіңіздер. Окей, немесе жауаптарын жіберем, соны тексеріп талдауыңыз керек болады. Then see you. Bye.